тағдырдың сынынан өткен қазақ төл мерекен құтты болсын. Бұл елдігіміз бен егемендігімізді айқындаған күн. Әрі бұл күннің мазмұны мен маңызын ұғыну, білу біздің парыз. Тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ. Желтоқсанның ызғарына қарамай, алаңға шыққан жастардың ерлігінің арқасында келді. Көп ұзамай, яғни 5 жылдан кейін ұлы арманға қол жеткізген еліміз тәуелсіздік алды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық акті қабылданды. Бұл қазақ халқының арманын ақиқатқа айналдырған ұлы дала тарихындағы қадам болды. 16 желтоқсан біздің күнтізбедегі ең басты даты. Біз оны жыл сайын асыға күтіп қарсы алуымыз керек. Ал біздің қоғам бұл күнді ерекше сезіммен күтеді деп айта алмаймын. Неге? Өйткені оның құдіретін сезінбейді. Біз шынымен де бақыттымыз. Еліміз тәуелсіз, шекарамыз берік, әлемдік аренада өз орнымызды ойып алған жас мемлекетпіз. Өткен ғасырда тәуелсіз ел ретінде нығаю барысында өткен маңызды оқиғалар да болды. Жақсы жағы да болды, жаман жағы да болды, нәтижелі де, нәтижесіз де дүниелер көп болды. Бірақ олардың бәрі тәуелсіз елде орын алды. Маңыздыларының бірі ретінде жеріміздің 40 жылдан астам уақыт бойы тітіркендірген Семей ядролық сынақ полигонының жабылуын, ел аумағындағы барлық кәсіпорындар мен мекемелердің Қазақстан басқаруына көшуін, өзіміздің ұлттық валюта қорымыздың құрылуын ескеруге болады. Бүгінде бұл мерекені тойламау керек дегенді де естіп жатамыз. Ал енді сауал, төл мерекемізді тойлау дұрыс па, әлде қателік пе? Меніңше бұндай екі жақты ойдың пайда болуына бірнеше себеп бар. Біріншіден, мерекенің маңыздылығын дұрыс деңгейде жеткізбейміз. Мысалы, бала тек әнмен, бимен қарсы алатын іс-шара деп қабылдайды. Әнұранды, рухты әндерді айтады, флешмобтарын билейді. Оның үстіне мектеп қабырғасында мереке тек есепте белгілеу үшін өткізе салынатынын ескергім келеді. Білмеймін, мүмкін маған ғана солай көрінетін шығар. Бірақ көңілді ән мен биден тұратын шарадан бала нені түсінеді? Бір жағынан ол мереке ретінде қабылдауды дәл осы ән би арқылы оқушы деңгейінде жақсы өтетін шығар. Бірақ өсе келе саналы түрде бұл мерекенің тереңдігін түсінбей өтеді. Ойы таяз деңгейде қалып қояды. Ол тек осы күндері тойлаймыз, үлкен концерттерге барамыз, сауда орталықтарында жеңілдіктер болады, жұмыстан демаламыз дегеннің төңірегінде қалып, тарихи маңызын сезінбейді. Әрине, желтоқсан оқиғаларын, халықтың бастан кешкен талай қиындықтарын сахналық мазмұнды қойылымдар арқылы көрсетіп жатады. Бірақ олар аз. Оған қоса тарих арқылы басқаша терең әдістермен жеткізген жөн шығар. Есейген кезде мерекенің мәнін анық түсіну үшін басқа да әдістерді пайдалану керек шығар. Жазықсыздан жазасыз ату жазасын алдым. Өзімнің кінәлі емес екенімді, адалдығымды, қолымның қан еместігін, қанша зар еңіреп айтқаныммен өзімді еш ақтай алмадым. Менің өліміме тек жалақорлар мен тергеуші топтар кінәлі. Қош болыңдар. Сағынышты сәлеммен, Қайрат. Екіншіден, желтоқсан оқиғасына қатысқандардың ерлігі әлі күнге дейін белгілі дәрежеде бағаланбауы, аға буынның бұл күнді мереке деп қабылдауын шектейді. Олар бүгінде ешбір марапатқа, алғысқа ие болмадық деп қынжылуда. Үшіншіден, кеңес үкіметіндегі күнін, ал шындығына келгенде жастық шағын қимастықпен еске алатын үлкендер қауымы да бар екендігін ескерген жөн. Айтпағым, тәуелсіз жас мемлекетті мойындамай әлі де кеңестік кезді аңсап жүргендер де аз да болса ықпал етуі мүмкін. Неге бірі мерекені тойлау дұрыс, енді бірі бұрыс санайды? Жалпы жасөспірімдер, жастар, тұтас қоғам бұл күннің маңызын түсіне ме? Біз жас мемлекетпіз. Жас болғандықтан да қадірін білмей жатырмыз ба? Алдағы уақытта бұл күннің тарихи маңызын жоғалтпас үшін алпауыт мемлекеттер сияқты біз де тәуелсіздіктің қадірін түсіне аламыз ба? Америкада сияқты тәуелсіздік күні саясаткерлер ел алдына шығып, үндеу айтып, халықпен кездесулер ұйымдастырса, өз елінің мұрасын, заңдарын, тарихын, қоғам мен халқын мадақтаса артық болмаса анық. Ол үшін қанша уақыт керек? Қалай жетеміз? Ал сіз, тәуелсіз мемлекеттің азаматы ретінде бұл күнді қалай атап өту дұрыс деп санайсыз? Пікіріңізді видео астында қалдырыңыздар. Арнаға жазылып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерді ата-бабамыз аңсаған төл мерекемізбен құттықтай отыра, тәуелсіздігіміз тегеурінді болуын тілеймін. Әр отбасыда тек береке, бақ және тыныштық болсын. Келесі көріскенше.